Қазақ халқының салт-дәстүрі мен ұлттық құндылықтарын жас ұрпақтың бойына сіңіру бүгінгі күннің маңызды міндеттерінің бірі. Осы мақсатта қалалық тоғыз тосқауыл зияткерлік танымдық байқауының аудандық кезеңі ұйымдастырылды. Байқауға қатысқан оқушылар өздерінің білімін, тапқырлығын, жылдам ойлау қабілетін көрсетіп, түрлі бағыттағы тапсырмаларды орындады. Ұлттық рух пен білім додасында әр команда барын салып, жоғары нәтиже көрсетуге тырысты. Сайыс қорытындысы бойынша бірінші орынды нөмірі 174 мектеп гимназиясы, екінші орынды нөмірі 176 мектеп гимназиясы, үшінші орынды нөмірі 192 жалпы білім беретін аралас мектеп иеленді. Бұл жеңіс оқушылардың талпынысы мен ұстаздарының еңбегінің жемісі. Тоғыз тосқауыл танымдық интеллектуалдық ойынның аудандық кезеңі өтті. Әрине, бұл ойында оқушылардың ұлттық құндылықтарды, қазақ киносы туралы және шығармашылық ізденістерін танытатын үлкен ойын болды деп есептеймін. Аудан бойынша 14 команда қатысып, ол командалардың арасынан жүлделі жеңімпаздар анықталды.